Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін Қазақстандағы жаңалықтармен бөлісетін боламын. Атырау облысында көлік қар суына батып кетті. Желіде тарап кеткен видео Миялы Сағыз тас жолында түсірілген. Қызылорда ауданына Жаныгелді ауылына шыққан такси жүргізушісі рөлге ие бола алмай жолдан шығып кеткен. Одан кейін жиектегі ерген қар суына түсіп кетеді. Бірақ ол жерде көлік қозғалысы жабылмаған. Көліктегі жолаушылар зардап шеккен жоқ. Жолаушылар Сарыкөл, Сағыз ауылдарына жеткізілді. Ал Алматыға келетін болсақ, Алматыда ер адам көпірден секірмек болған. Ер адам көпірдің темір жақтауына ұстанып, төменге секіріп кетпекші болған. Оқиға орнына келген полициялар жолды жауып, ер адамды құтқарып алды. Әзірге оның неліктен мұндай әрекеттерге барғаны белгісіз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.